Қайырлы күн, құрметті тіл үйренушілер. Бүгінгі жаңа сабағымызды бастаймыз. Сіздермен мен Алматы облыстық тіл оқу әдістемелік орталығы Қапшағай қалалық филиалының оқытушысы Гүлмира Әбілқасымқызы Досамбаева. Алдымен мына сұраққа жауап беріп көріңіз. Сіздің досыңыз қандай адам? Сұраққа жауап беру үшін төмендегі сөздерді қолданыңыз. Тамаша. Мынандай даналық сөз бар. Сен маған досыңды көрсет, мен сенің кім екеніңді айтып беремін. Яғни сіз қазір досыңызды сипаттау арқылы өзіңіздің қандай адам екеніңізді көрсеттіңіз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сіз қандай адамсыз. Грамматикалық тақырыбымыз сын есім тудырушы жұрнақтар. Бүгінгі сабағымыздағы жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Жаңа сөздерді менімен бірге оқып, қайталап отырыңыздар. Кемшілік, адал, ашушаң, момын, тұйық, әдемі, сұлу, жомарт, атақты, әйгілі, бай, мақтаншақ, қатыгез, мейірімді. Берілген сөздерді жаттап алуды ұмытпаңыздар. Бірінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Кестедегі сұрақтарға үлгі бойынша болымды немесе болымсыз түрде жауап беріңіз. Тапсырманы орындап болған болсаңыздар, онда тексеріңіздер. Сіз ақ көңілсіз бе? Иә, мен ақ көңілмін. Сіз бойдақсыз ба? Жоқ, мен бойдақ емеспін. Сіз тез ашуланасыз ба? Иә, мен тез ашуланамын. Сіз мақтанасыз ба? Жоқ, мен мақтанбаймын. Сіз момынсыз ба? Иә, мен момынмын. Сіз мейірімдісіз бе? Иә, мен мейірімдімін. Сіздің кемшілігіңіз бар ма? Иә, менің кемшілігім бар. Сіз қаталсыз ба? Жоқ, мен қатал емеспін. Тапсырманы ойдағыдай орындадыңыздар деп сенемін. Екінші тапсырма. Тест сұрақтарына жауап беріңіз. Бірінші, бүгін сіздің туған күніңіз. Сіз А. Үйде теледидар көресіз. Б. Достарыңызбен түнгі клубқа барасыз. С. Достарыңызбен мейрамханада тамақтанасыз. Екінші, сенбі мен жексенбіде ауа райы керемет болып тұр. Сіз А. Үйде газет журнал оқисыз. Б. Басқа қалаға барып дем аласыз. С. Отбасыңызбен, достарыңызбен табиғатқа шығасыз. Үшінші, жұмыста түскі үзіліс. Сіз жұмыс орныңызда тамақтанасыз. Б. Жұмысыңызға жақын жерде серуендейсіз. С. Достарыңызбен кездесіп фитнес-клубқа барасыз. Төртінші, сіздің кезекті жазғы демалысыңыз. Сіз А. Жағажайда демалып жатасыз. Б. Басқа қалаларды, мемлекеттерді аралайсыз. С. Достарыңызбен күнде түнгі клубқа, кинотеатрға барасыз. Бесінші, демалыс кезінде дүкен араладыңыз. Сіз не сатып аласыз? А. Балмұздақ. Б. Әдемі киімдер. С. Өзіңіз барған қала, мемлекет туралы кітап. Ал енді тест жауаптарына назар аударыңыз. Егер А жауабы көп болса, сіз нағыз еріншексіз. Ештеңе білгіңіз, ізденгіңіз, жасағыңыз келмейді. Көңіл көтеріп, достарыңызға көңіл бөліңіз.
Егер Б жауабы көп болса, сіз нағыз оқымыстысыз. Үнемі жаңа бір нәрселерді үйреніп, ізденіп жүресіз. Кейде көңіл көтеруді де ұмытпаңыз. Егер С жауабы көп болса, сіз нағыз көңілді адамсыз. Үнемі күліп, достарыңызды қуантып жүресіз. Кейде тоқтап демалғаныңыз да дұрыс. Ал сіз тест жауаптарымен келісесіз бе? Өте жақсы. Бүгінгі грамматикалық тақырыбымыз сын есім тудырушы жұрнақтар. Сын есім заттың түр түсін, сын сипатын, сапасын, салмағын, көлемін, дәмін білдіретін сөз табы. Сын есімдер қандай және қай деген сұрақтарға жауап береді. Ал енді есім сөздерге жалғану арқылы сын есім тудыратын жұрнақтарға назар аударыңыз. Л, Д, Д, Т, Т жұрнағы, мысалы орманды. С жұрнағы, мысалы сусыз. Г, Г, Қ, К жұрнағы, мысалы жазғы. Лық, лік, дық, дік, тық, тік жұрнағы, мысалы балалық. Шыл, шіл жұрнағы, мысалы кекшіл. Шаң, шең жұрнағы, мысалы бойшаң. Дай-дей, тай-тей жұрнақтары, мысалы тастай. Қой, қор, пас, кер, гер жұрнақтары, мысалы өнерпаз. И, жұрнақтары, мысалы тарихи. Бүгінгі грамматикалық тақырыбымыз түсінікті болса, онда үшінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Тиісті қосымшаны қойып, жаңа сөз жазыңыз. Тапсырманы орындап болған болсаңыздар, онда тексеріңіздер. Шыдамды, ақылды, күшті, еріншек, әлсіз, күздік, жауапты, талантты, дарынды, мейірімді, жігерлі, жылы. Ал енді оқылым мәтінін бірге оқиық. 3 адамды терезе алдына ертіп келіп, не көріп тұрсыңдар деп сұрапты. Біріншісі даладағы жауып тұрған жаңбырды көргенін айтады, екіншісі әйнекке жабысып тұрған шыбынды көрсетеді, ал үшіншісі терезені, әйнекті көрсетеді. Жауын басылған соң осы үшеуін сыртқа ертіп шығып, ауладағы жаңбырдан жиналған көлшіктің қасына алып барады. Көлшікті айнала тұрған үшеуінен тағы да не көріп тұрсыңдар деп сұрайды. Біріншісі көлшік судан аспанды көргенін, екіншісі көлшіктің астындағы лайды көргенін айтады. Ал үшіншісі суды көріп тұрмын деп жауап береді. Оқылым мәтінімен таныстық. Ал енді 4-ші тапсырмаға назар аударыңыз. Оқылым мәтіні бойынша кестені толтырыңыз. Бұл жерде бірінші және екінші, үшінші кейіпкерге қатысты мәтіннен алынған үзінді берілген. Осы үзінді жайлы өз пікіріңізді білдіріңіз. Тапсырманы орындап болған болсаңыздар, онда тексеріп, салыстырып көріңіз. Бірінші кейіпкер көлшік судан аспанды көргенін айтады. Менің ойымша өмірге позитивті көзқараспен қарайды, тек жақсы жағын көруге тырысатын адам. Екінші кейіпкер көлшіктің астындағы лайды көргенін айтады. Барлығының тек жаман жағын көретін адам. Үшінші кейіпкер суды көріп тұрмын деп жауап береді. Өмірге реалистік көзқараспен қарайды, не бар соны ғана байқайтын адам. Ал сіздің пікіріңіз қандай?
оқыңыз. Өте жақсы. Ал енді сөйлесім тапсырмасы. Тірек сөздерді пайдаланып, өз-өзіңізді сипаттаңыз. Тамаша. Үй тапсырмасы. Әрбір адамның үш мінезі бар. Басқалардың оған телейтін, оның өзіне өзі телейтін және ақырында шын мәнісінде өзінде бар мінезі. Біріміз өзімізді жақсы танысақ, екіншіміз өзгенің жетегінде жүреміз. Ал сіз ше, өзіңізді қаншалықты танисыз? Берілген кестені толтырыңыз. Ал енді сөйлемді аяқтау арқылы сабақты қорытындылаңыз. Тамаша. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.